Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Балдың ағзаға пайдасы. Біз денсаулықты нығайту үшін түрлі витаминдерге қыруар ақша жұмсап, жалпы иммунитетті жақсартудың жолдарын іздейміз. Бірақ неліктен адамдар көбінесе табиғат ананың осы мақсаттарға арналған сыйын өзі берген байқамайды. Бал әртүрлі аурулардың алдын алу және оларды емдеуге қызмет ететін ара шаруашылығының керемет өнімі. Сонымен қатар бұл тәттіні қант диабетіне шалдыққан адамдарға да қолдануға болады. Бірақ балдың табиғи екеніне сенімді болу үшін оны арашыдан сатып алған жөн. Балдың ағзаға қандай пайдасы бар? Таза тері. Бал өте күшті антиоксидант. Ол терідегі тесіктердің бітелуіне және безеу мен терінің ерте қартаюға алып келетін ағзадағы уытты заттарды шығарады. Балды жеуден бөлек онымен маска жасауға болады. Сонда бет барқыт тәрізді жұмсақ және тегіс болады. Арықтау. Артық салмақтан арылу керек болса, тәтті жеуге болмайтын өздеріңізде білерсіздер. Бірақ ол тәтті бал емес. Балды жеуге рұқсат етіліп қана қоймай, сонымен қатар оны арықтағысы келетіндерге де ұсынады. Ол метаболизмді жақсартатындықтан артық салмақ тез кетеді. Холестерин деңгейін қалыпқа келтіру. Bir қызығы, балдың құрамында холестерин жоқ. Бірақ оның құрамында холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетін микроэлементтер бар. Жоғарыда айтылғандай, балды күнделікті тұтыну ағзадағы антиоксидант қосылыстарының деңгейін оң әсер етеді. Ал ол өз кезегінде жоғары холестерин деңгейімен күреседі. Сау тамырлар. Балды күнделікті қолдану жасы келген адамдардың барлығында пайда болатын жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Медициналық зерттеулер көрсеткендей, балдың құрамына кіретін антиоксиданттар артериялардың тарылуының және қан ұюының алдын алады екен. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Күнделікті бал тұтынатын адамдардың есте сақтау қабілеті әлде қайда жақсы дамығаны ғылыммен дәлелденген. Сондай-ақ олардың қартайғанда ұмытшақтыққа шалдығу ықтималдылығы да нөлге тең. Сонымен қатар балдағы кальций миға тез сіңеді және бұл оның жұмысына жағымды әсер етеді. Дұрыс ұйқы. Қатты ұйқы психоэмоционалдық денсаулық пен сұлулықтың кепілі болып табылады. Ал бал тез ұйықтауға ықпал ететін гормон серотониннің өндірілуіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан ұйқы алдында бір қасық бал жеп жататын болсаңыз, жақсы ұйықтайтын боласыз. Ас қорыту трактісін қалыпқа келтіреді. Ас қорыту жақсарту үшін аш қарынға бір қасық бал жеу ұсынылады. Осындай қарапайым рәсім асқазан ішек жолдары ауруларының пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар бал асқазан жолдарында бактерияларды жояды. Сондай-ақ асқазанның шырышты қабығындағы жараларды емдейді. Антидепрессант. Балдың құрамындағы глюкоза нейрондар үшін қажет. Ол қанға тез сіңіп, босаңсуға, сіңірдің тартылуын төмендетуге және психологиялық бұзылуларды емдеуге ықпал етеді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.